Қайырлы күн достар, сіздермен Гаухар. Бүгін үй жағдайында жасалатын осындай өте дәмді қатпарлы самсаларды жасаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Ең алдымен қамырын жасап аламыз. Ол үшін ұнға тұзды қосамыз, жақсылап барлығын араластырамыз. Одан кейін мөлшеріндегі суды қосатын боламыз. Қызар құрамдарының барлығы видеоның астында жазулы тұр. Видеоның астына өтіп қарасаңыздар болады. Жарты суымызды құйып, одан кейін қалған суымызды құйып, жұмсақ қамыр жасаймыз. Мінекей дайын болған қамырды енді пакетке салып, бір 15-20 минутқа тынығуға алып қоямыз. 20 минут өтті, енді қамырды теңде 2 бөлікке бөліп аламыз. Одан кейін асықпай осылай видеодағыдай жайып шығатын боламыз. Қызар қатты жұқа қылып жаймаймыз. Өйткені қатты жұқа қылып жайсаңыз, сіздің қамырыңызға қазір май жаққан кезде сіңбей қалу мүмкін. Мінекей 2 бірдей қамыр дайын болды. Енді бірінші қамырға әдемілетіп, майлылығы 72%-дан жоғары сары майды ерітіп жағып шығатын боламыз. Одан кейін үстіне қалған екінші қамырымызды қойып, дәл видеодағыдай тағы да оның үстіне жағып, осылай видеодағыдай орап шығатын боламыз. Ертілген майды ыстықтай күйінде жақпаймыз, сәл суытып алғаннан кейін жағамыз. Одан кейін осылай орап, тоңазытқышқа 2-3 сағат қалып қоямыз. 2-3 сағаттан кейін енді самсаларымызды алып түйе берсек болады. Өзіңізге ұнайтын формада түйсеңіз болады, қыздар. Салмасына фарш пен пиязды ұсақтап турап қосамыз. Біздің үйде картоп жақсы көрген соң, мен арасына картопты да салдым. Фарштың көлемі қанша, дәл сондай грамда пиязды қоссаңыз, сіздің самсаларыңыз өте дәмді болып шығады. Енді үстіне жұмыртқаның сарысына сәл ғана сүтімізді қосып, араластырып, барлық самсаның бетіне біркелкі етіп жағып шығамыз. Әдемілік үшін бетіне мак немесе күнжіт дәнді себуге болады. 180 градуста қыздырып тұрған пеште 40-45 минут пісіреміз. Самсалар дайын болды. Осындай қытырлы, қатпарлы болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Сонымен қатар достар, менің YouTube каналымда одан да күшті рецепттер бар. Дәл қазір осы сілтемелерден өтіп қарап көрсеңіздер болады. Сіздермен бірге болған Гаухар, ас болсын.